Сәлем достар, сіздермен Айданка Серікбаева, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай муравейник тортын дайындайтын боламыз. Каналға тіркеліп, жазылуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші майды ерітіп аламыз, сары майды. Оның үстіне сметананы салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне қажетті ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бірінші қасықтың көмегімен жақсылап араластырып алып, одан кейін қолмен жақсылап қамырды илейтін боламыз. Осы дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөліп, мешокқа салып, тоңазытқышта 1 сағат, 1,5 сағат қатқанға дейін ұстайтын боламыз. Қамырымызды тоңазытқыштан шығардық, әдемі болып қатты. Енді үккіштің осы үлкен жағынан өткізетін боламыз әдемілеп. Немесе етшеккіштің, яғни ет тартқыштың көмегімен де өткізіп алуға болады. Осылай барлығын жақсылап жайып, 180 градуста 20-25 минутта духовкада пісіріп аламыз. Осылай қызартып. Одан кейін қолмен жақсылап майдалап алғаннан кейін үстіне вареный сгущенка немесе кәдімгі сгущенканы қосып, жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң, мен осындай ыдысқа салып, кәдімгі торт ретінде столға қоятын боламын. Егер сіздер бұлай үлкен қылып салғыларыңыз келмесе, шағын стакандарға салып, төңкерсеңіздер де болады. Одан кейін бетін өз қалауларыңыз бойынша ақ шоколадпен де әсемдесеңіздер болады. Мен еріген қара шоколадты осылай құйып шықтым. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.